Қаныс, Рита ханым. Хорошо, хорошо. Микрофондарыңыз бәрін өшіріп қойсаңыздар. Так, запись қойып алайын. Қайырлы кеш баршаңызға, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Өзім таныстырып өтейін, атым Рита. Мұғаліммін, сетевой индустрияда жүргеніме 5 жыл болды. TikTok экспертімін, TikToктан да үйретемін, психологпын. Жалпы негізі именно жаңаға Балзинет ханым айтып жатқандай, официальный ма, тексеріс көп деген сияқты айтып отырсыздар ғой. Сол жағынан айтайын, иә. Компанияны таңдаған кезде біз сол жағынан қарадық. То есть Қазақстанға кірген ба, білесіздер да, қазіргі таңда компаниялар өте көп. Бірақ сайт жасау оңай, негізіші сайтты жасай салады любой компания. 1 миллион, 2 миллион теңгесін беріп. Бірақ бір мәселе, оның ішінде внутренний перевод деген болады да, сіз ол ақшаны шығара алмайсыз. Ол сайтты дайындап берді сізге бір айдың ішінде. Сіз мына атын айтпай ақ қойын, қазіргі таңдағы компанияларды ашып отырған внутренний переводпен ақшаларын шығара алмай отырғандар қаншама. Сол себепті қазіргі таңда сіздер конкретно четкий компания іздеп жүрген болсаңыздар, именно мына веб-сайттың күтуіне мына жаңа жылға дейін бір аптаның ішінде дайын, бір апта 10 күннің ішінде дайын болады деп жатыр. Ол дайын болады. Оны банк тексеріп барып, сосын барып, жаңағындай именно сіздің ақшаңызды өзіңіздің счетыңызға аударатындай қылып істеп жатыр. То есть мына компания жас болса да, Қазақстанға келгеніне 3 айдан енді асса да, біріншіден, жаңа қандай категория бойынша біз бұл компанияны таңдадық. Біріншіден, Қазақстанда официально тіркелініп тұр, ТО Намат Бьюти деп та. Екіншіден, мына өнімдердің барлығына Қазақстанда сату құқығы бар, яғни сертификаты бар. Үшіншіден, әр өнімнің ішіндегі құрамына патент бар. Төртіншіден, компанияның өзінің жаңа головной офисында юрист бухгалтерлер отырады. То есть сіз договорға компанияға отырасыз, как положено. ИП болса юрлицо болып, ИП жоқ болса физлицо болып официально отырасыз договорға. 2 экземплярда, басқа қалада болсаңыз электронный вариантта сізге жібереді, оны шығарып аласыз да, подписать етіп, скан жасап жібересіз. Каждый партнер солай договорға отырып барып, сосын барып тіркеледі. Төртіншіден, сіздің түскен ақшаңыз 24 сағаттың ішінде через бухгалтерия өзіңіздің счет номеріңізға түседі. Бесіншіден, бұл жерде акимат, жаңағы Алматы қаласының акиматы қолдап тұр. Осы критерия бойынша таңдадық. Әрине, одан кейінгісі өнім жұмыс жасаса, компания өседі. Одан кейінгісі әрине маркетинг. Бұл жерде 2 вариант бар. Сетевой бизнес арқылы ақша табу, және де традиционный бизнес арқылы ақша табу. Өйткені ашып отырған 2 апалы-сіңілі Алина мен Дина, сол 2 қыз Қытайдан көшіп келген өзіміздің қандас бауыр қазақ қыздарымыз, 10 жылдан аса кәсіппен айналысып жүрген. Қандай кәсіп болғанда сетевой емес, олардың өздерінің Гуанчжоуда 45 000 квадрат метр заводтары бар, оның видеосы бар осы чатта. Сол заводтан именно жаңағы бренд жасайым дегендерге бренд жасау арқылы, оптом товар жасай алам дегендерге оптом товармен тасып айналысып жүрген қыздар. Осы 2 қыз ашып отыр. Үлкен қаржы құйылып отыр бұл компания. С бухты-барахты ашылына салған компания емес, ой мен за счет жаңағы дистрибьюторов ақша жинап алам деген сияқты компания емес, бұл серьезный компания. Сол критерия бойынша таңдап отырмыз. Жаңағы қалай көп ақша құйылғанын қалай білесіз дегенде, оны в дальнейшем презентацияда айтамын да. 2 направление деп отырмыз. Сетевиктардың негізі қазіргі таңда шаршағандары да бар. Қойшы мен традиционныйға кетейін депші. Егер де традиционный іздеп жүрген болсаңыздар, традиционный да бар да. То есть бұл жерде Намат Beauty компаниясы как сеть ретінде жүреді. Бота Cloud, ол дейтін, ол да ТО болып тіркеліп тұр. Ол marketplace, оны концепт түсіндіремін сіздерге. То есть осы ТО Бота Cloud'ты Алматы қаласының акиматы қолдап, оның видеоролигі бар. Сол жаңағы складқа, товарлардың келетін складына Алматы қаласынан 2000 квадрат метр орын бергелі отыр. Өйткені Қазақстанға выгодно ол дейді. Не себепті? Ол Қазақстанның қазынасына ақша құйылады, налог төленеді да. Сол себепті. Енді
официальность жағын түсіндірдім, иә. Енді сіздерге Nomad Beauty'ді түсіндірейін. Өнімді қысқа нұсқа айтып өтейін, иә. Nomad Beauty деген, Nomad деген көшпенділер деген мағынаны білдіреді. Beauty деген негізі сұлулық әлемі, да. Beauty дегендіктен бұлар Clarea брендімен өздерінің заводтарынан өнімдер шығарып отыр. Бізде гидрогелевая коллагеновая ледяная масса. Бұл ішінде герметический нетілген жаңағы упаковкасы герметический жасалынған. Бұның тәсілі бар. Ингредиенті пептидный коллаген. Пептидный коллаген деген біз ұнтақтаған коллаген. Бұл емдік қасиеті бар шөптер бар. Сол шөптер арқылы теріні тереңінен тазалайды, кожаны ағартады, мына тонды ровный қылады. Күннен күйген, послеродовой күйген дақтар болса, пигментациялар болса, соларды кетіреді. Сосын әжімдерді кетіруіне көмектеседі. Және де бұл маскадан кейін спрей бар. Спрей дейтін жаңағы еш химиясыз, мына кожада заболевание болса, кожаны емдейді, псориаз, лишай деген секілді, иә. Мына беттің жылтырауын жақсартады. Қарасаңыздар, мен бетке сеуіп алам, бетке сияние береді, упругс береді, жылтыратады. 4 этаптық сосын жаңа наборы бар. Сосын умывашкасы бар, бет жуатын. Қазіргі таңда осы Clarea брендімен бастап отыр. Алдағы күні тауардың түрі болады. Енді осы жаңағы табыстағым деген кісілерге басында айтып өткендей, маған официаль проект керек, Қазақстанда тіркелген проект керек. Мен ақшамды кәдімгідей как положено шығарып керек деген компания іздеген болсаңыздар, дәл сол компанияға келіп отырсыздар. Сол жағын түсіндіргім келеді, да. Ары қарай табыс табу деген қалай? Бұл жерде PV, CV, баловая система, балыңыз күйіп кету деген әңгіме жоқ. Бұл жерде бір-ақ тіркелу пакеті, ол 300 мың теңге. 300 мың теңгеге сізге не беріледі? Осындай жаңағы маскаден 20 пакет беріледі. Әр пачка 15 мың теңгеден. Әр пачканың ішінде 6 штук болады. Яғни сізге 120 штук маска беріледі, былай айтқан кезде 120 штук. Сосын 9 мың теңгеге сыйлық беріледі. Яғни 3 мың теңгеге маска берілді, қасына 98 мың теңге сыйлық беріледі. Оның ішіне 68 мың теңге тұратын уходовый набор, 2 спрей, 2 умывашка. Спрей мен умывашка 7500 теңге тұрады. Яғни сіз 300 мың теңгеге 398 мың теңгенің товарын қолыңызға аласыз. Ары қарай табыс табам десеңіз, қалай табыс? Камерамды өшіріп қойыңыз, сіздерге маркетинг көрінсін. Ары қарай табыс табу жолдары. Негізі 5 түрлі табыс табу жолы бар. Біріншісі реферальный бонус, сіздің тікелей шақырғаныңыз. Бірінші адамды шақырған кезде сізге 10% түседі, ол 30 мың теңге. Үшінші адамды шақырған кезде 10% түседі, ол дегеніміз 30 мың теңге. Ал енді үшінші адамды шақырған кезде сізге 80% түседі, ол дегеніміз 240 мың теңге. Әр 3 адамнан сіз 300 мың теңгені қайтардыңыз. Енді бұл линейный маркетинг болғандықтан сізге бірінші линияңызға өзіңізге 6 адам жазасыз ба, 9 адам жазасыз ба, 20 адам жазасыз ба, өзіңіз білесіз, иә? Яғни сіз мысалға 3 адам жаздыңыз, 300 мың теңгеңіз жаңағы қайтардыңыз. 4-ші адам жазған кезде қалай болады деген кезде, 4-ші адамда тоже 10%, 5-ші адамда 10%, 6-ші адамда 80% бен әр 3-ші адамнан сізге 300 мың теңге қайтып келіп отырады. Бұл реферальный бонус. Екінші бонус, то есть бірінші бонустың өзінің ерекшелігін көрдіңіз, 3 адамнан 100% қайтарылып отыр. Екінші бонус, бұның да ерекшелігі бар. Бұл сіздің командадан түсетін командный бонус. Сіздің 2-ші глубинадан бастап 7-ші глубинаға дейін, даже сіздің бір адамыңыз, әлі 2-ші, 3-ші адамыңыз жоқ, сол бір адамыңыз жұмыс жасап кетті, сол адамнан әр регистрациядан 22.500 теңге сізге түсіп отырады. Бір аяғында алып отыра бересіз. Ал егерде сізде 6 личник бар, 6-ауда жұмыс жасап отырса, каждыйнан 22.500 теңге глубинадан 7 линияға дейін, включительно 7-ші линияға дейін алып отырасыз. Бұл 2-ші ерекшелік бонусы. 3-ші бонусы бізде
повторная покупка. Сетевиктер негізі оны активационный бонус деп атайды. Бірақ бұл жерде міндетті емес повторный покупка. Бірақ сіз VIP клиент болғандықтан тіркелгеннен кейін 20% скидкамен аласыз әр өнімді. Яғни 15 мың тұратын масканы 12 мың теңгеге аласыз. Енді тағы бір ерекшелігін айтып өтейін. Мұқият тыңдаңыз. Сіздің таңдаңыз повторный покупка жатыр. Сіз өзіңіздің личниктан 2% аласыз, глубинадан 7-ші линияға дейін 1% аласыз, даже если өзіңіз повторный покупканы жасамасаңыз да. Барлық компанияда повторный покупканың бонусын алу үшін өз кабинетіңізден жасау керек. Бұл жерде ондай міндет жоқ. Бұл да тағы бір ерекшелігі. Төртінші бонус бұл жерде премиялар. Сіздің статусыңызға жабылғанына байланысты берілетін премия. Бұның да өз ерекшелігі. Енді статус жаңағы тез жабылады. Сіз 300 мың теңге қайтыңыз, сіз уже бірінші статус жабасыз, 1 жұлдыз деген. Бұл жерде статустар жұлдызбен теңеледі. Осы кезде сізге бірінші статустың егерлігін береді, және сізге 30 мың көлемінде подарка береді. Қазіргі таңда сағат немесе кожаный сумкалар беріліп жатыр. Арғарай екінші статус қалай жабылады? Сізде мысалыға 6 личник бар, немесе 10 личник бар қазір. Бірақ соның екеуі жұмыс жасап отырса да, 2 аяқпен де сіз статус жаба бересіз. Енді сіздің 2 адамыңыз, 2 личнигіңіз, сіз секілді 1 жұлдыз жапқан кезде, сіз екінші статус жабасыз. Осы кезде сізге 68 мың теңгенің 4 этаптық уходовый наборы сыйлыққа беріледі. Үшінші статус жабылған кезде сізге 200 мың теңге ақшалай сыйақы беріледі, және де 2 адамға Исыккулға компанияның атынан саяхатқа жібереді. Төрт статус жабылған кезде 2 адамға Дубайға саяхат, перелет, проживание, питание, тур барлығы қосылады соның ішіне. Сіз осы 4-ші статус жапқанға дейін сіздің 2-ші бонусыңыз бар, алып жатқан жаңа 22.500 теңгеден, Негізі 2 аяқпен жұмыс жасасаңыз, командаңызда 2 аяқта 45 адам болған кезде Дубайға 2 адаммен барып келуге болады. 5-ші статус, 5-ші жұлдыз жабылған кезде компанияның атынан сізге сразу 2 миллион теңге ақшалай сыйақы беріледі. Өзге компаниядағыдай бөліп, жарып, оны қаншама айға бөліп, немесе сол именно жаңағы статусты жапқан адамдардың арасында бөліп бермейді. Именно сіз жаптыңыз ба, сізге 2 миллион теңге ақшалай сыйақы береді. Плюс Гуанчжоуға 2 адамға кешірім сұраймын, саяхатқа жіберіледі, тоже за счет компании, перелет, проживание, питание, да? Гуанчжоуға барған кезде 45 мың квадрат метр завод деп айтып отырмыз, аузымызды толтырып, қыздардың заводы бар. Сол алғашқы бірінші күні 5-ші статус жапқан адамдарды экскурсия жасатады заводта. Плюс сіздің 2 миллион теңге ақшаңыз бар. 6-ші статус жабылған кезде, 6 жұлдызды жапқан кезде, Грузияға саяхат 2 адамға за счет компании. 7-ші статус жабылған кезде, 7 жұлдыз жабылған кезде, сізге Таиландқа 2 адамға саяхат, және де 15 миллион теңге ақшалай сыйақы беріледі. Тағы бір ерекшелігі осы жаңағы именно премиясында да саяхат 2 адамға бара жіберіледі за счет компании. Сосын ақшалай сыйақысы бар, да? Осында ерекшеліктері бар. Енді 5-шісі, мен 7 жұлдыз жаптым, бонустарымды алдым. Негізі сіздер 3 адамыңыз жұмыс жасап тұрса, 100 миллиондай ақша табуға болады. Именно осы 22.500 бонустарын, жаңағы путешествиенің жаңағы беретін 15 миллиондарын барлығын есептегенде сондай ақша шығады, да? Енді сіз 7 жұлдызды жаптыңыз. Арғарай не істеймін, маған не қызық деген кезде сізге жаңағы сіз секілді өзіңіздің 3-7 жұлдызыңыз шыққан кезде, өзіңіздің личнигіңізден 3-7 жұлдыз шыққан кезде сіз партнер боласыз. Партнер сізге не береді? Ол дегеніміз компанияның мировой товар оборотынан 2% беріліп отырады. Бүгінгі күннің өзінде 4-5 миллионға товар оборот жасалынды Алматы офисында, Бұлай есептеген күннің өзінде. Біз бастағанымызға 1 ай болды всего лишь. Қазақстан арқылы СНГ кетеді. Қазір Россия қосылып жатыр, ертең Өзбекстан қосылып
қосылады, Қырғызстан қосылады. Күнделікті товар обороты 10 миллион, 20 миллион болады. Вот сол кезде сіз 2%-ын алып отырасыз. Причем тағы бір ерекшелігі, подчеркиваю, ежедневно, күнделікті алып отырасыз бұл 2%-ды. Ежеквартально, 3 айда бір, 6 айда бір, 1 жылда бір деген әңгіме жоқ. Күнделікті компания қанша товар оборот жасады, соның 2% берілетін болады. Енді сіздің командаңыздан сіз секілді 2% алып отырған 3 адам шыққан кезде, сіз 2%-ға 3% тағы қосылып, 5% мировой товар обороттан алып отыратын акционер боласыз. Тоже күнделікті алып отыратын. То есть түсінікті, я? Бұл жердің 5 түрлі табысы бар. Ең жақсысы бұндай маркетинг негізі Қазақстанда әлі жоқ. Бірінші ерекшелігі реферальныйдан 100% аласыз 3 адамнан. Екінші ерекшелігі командный бонустан 7 линияға дейін 22.500 теңге, бір установленная сумма 22.500. Обычно классикада екінші линияда 10%, үшінші линия 8%, төртінші линия 5%. Юбка өскен сайын пайызы төмендей береді. Бұл жерде ондай жоқ. Сіз бір сумманы 7 глубинаға дейін аласыз. Даже бір аяқтың өзінен. Үшіншісі, повторный покупканы өзіңіздің кабинетіңізден жасамасаңыз да, командаңыз жасаған кезде сіз аласыз. Төртінші ерекшелігі, путешествиеге 2 адаммен барасыз, плюс денежный премия. Бесінші ерекшелігі, мировой товар оборот күнделікті. Осындай маркетингпен біз қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз, 1 ай болды. Бізде Алматы қаласында күнделікті жұмыс болып жатыр. Енді регионнан қазіргі таңда қосылып жатырған бізде Атырау қаласы бар, Ақтау қаласы, сосын Сарыағаш және де Ақтөбе қаласы. И Астанадан бір партнер қосылды. Россия қосылды, басқа мемлекеттен өшіре берсеңіз болады андаған. Енді маркетингі осындай, да? Екінші проектті түсіндірейін. Мен сетевойдан шаршадым, мен традиционный бизнес жасағым келеді деген кісілерге, да? 2 проектісі бар. Екінші проект Бота Cloud деп аталынады. Бота Cloud жаңа жылдан бастап іске қосылады. Кәдімгідей marketplace, оның сайты болады, дайындалып жатыр. Қазіргі таңда бізде Алматы қаласында шоурум бар. Сол шоурумда товарлар әкелініп жатыр. Қазір Қытайдан жаңа фуралар шықты. 14 күннің ішінде Қазақстанға, Алматы қаласына жетеді, Алла қаласа. Сізге не қызығы бар? Бота Cloud деген не, соны түсіндіріп өтейін, я? Бұл жерде Бота Cloudқа 200 мың завод Қытайда менің товарымды сатып бер деп өзінің товарын ұсынып отыр. 200-ге жуық завод. Оның ішінде люкс качество, орта качество, төмен качество деген 3 сападағы өнімдер болады. 600 мың түрлі наименование товара болады. Яғни 600 мың түрлі деген бұл жерде бытовая техника, телефон, по мелочевке десек болады, да? То есть инеден көлікке дейін. Единственное, бізде қазіргі таңда мебель жоқ деді, және де киім жоқ деді. Оның өзіндік жаңағы причинасы бар. Киімнің возвраты көп, мебель, Қытайдың мебелін Қазақстанда көп ешкім құра алмайды. Ол үшін біз құратын адам бірінші дайындауымыз керек, сосын барып мебель шығаруымыз керек деді. Сол себепті сол мебель мен киімнен өзгесінің барлығы бар. Сізге қандай қызық? Marketplace-тан, да? Бұл marketplace Қазақстанда тіркелініп тұр. ТО Бота Cloud болып, бұл Қазақстанның marketplace болып есептелінеді. Және де ең маңыздысы Акимат қаласының қолдауымен орын беріліп отыр. Бұл кәдімгі серьезный деген сөз, да? Енді сізге Nomad Beauty-ға тіркелген әрбір партнер сол Бота Cloud-тан, marketplace-тан тегін бір онлайн бутик беріледі. Яғни онлайн бутик деген мына Каспий мен Валбереспен сатып жүрген кісілер түсінеді, да, онлайн бутик дегенді. Бұл Бота Cloud маркетплейсі Каспий мен Валбереспен және Озонмен осы 3 үлкен алып маркетплейстермен договорға отырған. Сіз өзіңіздің кабинетіңізге 600 мың түрлі товардың бірнешеуі ұнады, соны алдыңызда өз кабинетіңізге қойдыңыз. Әр товардың өзінің сертификаты болады. Сонда товарды қойдыңыз, қойған кезде описаниесі, қандай материалдан жасалған, түсі, бағасына доставкасы кіреді. Сосын сертификаты барлығын кабинетке қойдыңыз жаңағы маркетплейске. Сосын бір жаңағы одним щелчком дейді ғой,
бір жаңағы кнопка арқылы Каспиге қою, Валбереске қою, Озонға қою деп жаңағы 3 маркетплейске қоя аласыз. Яғни Каспиге кіріп қайтадан жаңағы товарды жазып отырмайсыз, описаниесін, сертификатын деген сияқты. То есть сол жердегі дайын тұрған материалды аласыз да бір щелчокпен Каспиге қоя аласыз. Тағы бір жақсы несі, сіздің бота маркетплейс арқылы Каспиге қойған товарыңыз Каспиден сатылса, оның доставкасын бота маркетплейс өз мойнына алады. Енді бұл бота маркетплейсінің жасалуына, именно жаңа маркетплейстің өзіне 46 миллион юань құйылған. Ол дегеніміз 74-ке көбейткенде 3 миллиард ақша сол маркетплейстің өзіне құйылған. Бұл жерде 4 склад бар. Иу қаласында Урумчи, жаңағы сосын Гуанчжоу, сосын Алматы 4-ші. Сол 3 қаладағы завод. Иу, Гуанчжоу, Урумчида. Осы 3 завод бірінші Урумчидағы умный складқа барады. Оның видеосы бар осы неде, да? Урумчидағы складқа барады. Ол Урумчидағы склад умный склад деп аталады. Яғни ол жерде есіктер көп. Есік көп. Ол жерде әр есікте қызыл искусственный интеллект дейді ғой, аппараттар тұрады. Қызыл лентамен аппараттар тұрады. Ол аппарат не істейді? Ол аппарат Қытайдағы жаңа 200 заводтан келген товарларды Қытай тілінде, да, сырты. Сол Қытай тіліндегі товарды алады да, жаңағы қай мемлекетке жіберу керек товарды? Қазақстанға жіберу керек па? Қазақ тіліне ауыстырады жаңағы лентамен. Ресейге барады ма? Ресей тіліне ауыстырады. То есть қай мемлекетке барады? Сол мемлекеттің тіліне ауыстырып, сосын барып үлкен фураға салынып жіберіледі. Осындай умный склад. Умный склад 25 мың квадрат метр тұрады. Ол складтың ішіндегі жаңағы ленталардың 240 штугы алынған. 240 штуктың әр штугы 25 миллион теңге тұрады. Сондай қаржы құйылған компания қазіргі таңда Қазақстанға келіп отыр. Енді Бота Клаудтың тағы бір ерекшелігі, сіздің өзіңіздің кабинетіңіз бар. Мен жаңағы елдерге көрсетемін деп жаңағы реферальный ссылка жасатсаңыз, реферальный ссылка арқылы сіз жаңағы затты товарды жібердіңіз. Көрші мына товарды. Бағасы да жақсы екен. Өйткені бұл жерде оптом баға деген болады, иә? Сөйтіп сол адам көрді, сіздің реферальный ссылкамен көргеннен кейін ол адам сатып алды. Бірақ сіздің кабинетіңіз көрінбейді ол жерде. Сол сайт көрінді, содан сатып алды. Жаңағы Тему деген сияқты да сайттар. Сол жақтан сатып алды. Сол сатып алған үшін сізге пайызы түсіп отырады кабинетке. Бұл тағы бір ерекшелігі. Енді тағы бір несі, мен сата алмаймын. Сізге тегін беріліп тұр ғой бір орында. Мен сата алмаймын десеңіз, компанияға жаңағы келісім шартқа отырасыз, арендаға беріп қоясыз. Сіздің кабинетіңіз арқылы товарооборот жасалынады. Сол товарооборот жасалынғаннан 5% сізге төленіп тұрады. Бұл жерде енді онлайн, офлайн деген сату да, былай айтқаныңыз. Онлайн сатудың да бір түрлері, ол дегеніміз Instagram, TikTok арқылы сатқандарды. Сосын ол жерде кабинет болады, консультанттар отырады. То есть консультация береді. Сізге осылай қоясыз кабинетте, осылай нетесіз деп. TikTok жаңағы TikTok'ты үйрететін эксперттер болады. Кәдімгі Қытайдан алынған үлкен мықты кісілер болады да. Вот солардан үйренуге де болады дальнейшемде. Әрине ол ақылы болады, үйренем десеңіздер. Сондай функциялары бар. Енді Бота Клаудтың шет жағасын ғана айтып өттім сіздерге. Мен қазір микрофоны ашылмаған кісілердің микрофондарын ашайын. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы қазіргі таңда акцентті именно Nomad Beauty'ға жасасаңыздар, то есть бұл жерде үлкен табысы бар, маркетингін жаңа айтып өттім, е. Өзіндік бір маркетингті ерекшеліктері бар. Жаңа подводный камендері жоқ, подводный каменсіз сіздерге айтып отырмын да. Балаоборотың күйіп кетеді, сен статус жабу үшін жаңағы өзіңнің личниктарың активация жасау керек деген бар ғой, әртүрлі жаңағы маркетингтер. Ондай подводный камендері жоқ. Табыс табамын, маған четкий компания керек, официально тіркелген, мына өнімнің барлығын мен Қазақстанда сата алатындай, жаңағы ертеңгі күні ұялмай айта алатындай елдерге деген компания іздеп жүрген болсаңыздар, тура осы компанияны біз сол жаңағы категория бойынша таңдап отырып келіп отырмыз.
Саламатсыздар ма? Рита ханым, менің сұрағым болып тұр. Иә, Мереке, сұраңыз. Саламатсыз ба? Ботоклубта мысалы бір аккаунтқа бір магазин беріледі деп тұрсыз ғой, онлайн. Соны онлайн да, офлайн да қолдануға болады ма? Иә, негізі Алматы қаласындағы складта, біздегі офиста өзіміздің шоурумда да 3 этаждық коттедж снимать етіп отыр ғой қазір арендаға да. Сол астыңда шоурумда 600 мың түрлі товардың каждыйы бір талдан тұрады. Оны жайлап әкеліп жатыр. Алматы қаласындағы лидерлар біледі да. Ал енді Алматыдағы акиматтың беріп отырған складында әрбір товардың 1000 штугы болады. Офлайн сатам десеңіз, сіз келіп кәдімгідей көріп, қолыңызбен ұстап көріп, оны офлайнда сатсаңыз болады. TikToktан сатам десеңіз, TikToктан кәдімгідей жаңағы офистан орын беріп тұр, бөлме беріп тұр, лампаларымен дайын да, тікелей эфир арқылы сатам десеңіз да, сондай офлайнда, онлайнда сата берсеңіз болады. Жақсы. Нақты январдан басталады ма, ол жоқ әлі ауыл алыс па? Негізі жаңа 26 жылдан бастап деп отырмыз. Бірақ товарларды әкеліп жатыр уже. Склад бар уже Алматы қаласында. Сол складқа әкеліп 1000 штуктан әр өнімнен қоямыз деп отыр. Біз қазір акцентті сол Намат Бьютиға жасап, Намат Бьютидан табыс тауып жатырмыз қазіргі таңда уже бір айдың ішінде. Сол ботоклаудты жаңағы болашағы бар болғандықтан осы компаниядан сетті құрып, командамен жұмыс жасап жатырмыз қазір. Сосын 2026-тан барлығы ИП-мен деп жатыр ғой, негізінде. Қандай компания болса да, қандай компания болса да, барлығы негізі ИП-мен официально заңды түрде деп жатыр. Енді бұл жерде бірден енді ИП аша алмайтындар бар ғой, сол қалай болады? Егер де сіздің өзіңіздің ИП-ңыз жоқ болса, ИП-сі бар танысыңыз болса, немесе спонсорыңыздың ИП-сі бар болса, жаңағы сол кісінің счет номерін жазасыз, бірақ бухгалтерияға келіп, трехсторонний договорға отырасыз. То есть мен өзімнің түскен табысымды осы кісінің счет номері арқылы аламын дейсіз да, сөйтіп жаңағы кімнің ИП-сінің счет номерін жазасыз, сол кісімен договорға отырасыз. Сосын компания, бухгалтерлар сіздің жаңағы ИП-ның берген адамға счетты жібереді, сіз сол кісіден алып отырасыз. То есть ертеңгі күні әңгіме болмас үшін да, договор трехсторонний не үшін? Ертеңгі күні сіздің ақшаңызды жаңағы ИП берген счет номеріне аударды, бірақ ол кісі сізге бермей қойды деген сияқты әңгіме болмас үшін. Иә, жалпы 26 жылдан бастап тексеріс өте қатты болады. Сондықтан компания таңдаған кезде де ойланып таңдау керек екен. Өйткені мына сетевой индустрияда жүрген лидерлардың барлығы қазір кім қайда жүргенін біледі екен, жаңағы қандай инвестиция, қандай проект деген сияқты, хайп па, пирамида ма деген сияқты. Сол себепті ертеңгі күні бас екеу емес, әр адамның өзінің бала шағасы бар деген сияқты серьезный компания таңдап келіп отырмыз осы жаққа. Сіздерге де соны советую, таңдаған кезде де конкретно ойланып барып, қарап барып, тексеріп барып таңдағандарыңыз жөн. Рита ханым, бір сұрақ бола ма? Гүлбану ханым. Мысалға, маркетингте статус ашады деп жатырсыз ғой, да, например, партнер, акционер болу үшін статустар сондай деңгейге жету үшін обязательно бірінші тіркеген 3 личнигім қорғау керек па ол статустарды, или жалпы командадан любой бір 3 адам сол статусты ашса болды ма? Сол жағы қалай? Түсінікті. Личник өсіру обязательно ма? Өзіңіздің личнигіңіз жабу керек. Егер де сіз 3-еумен тоқталып қалмаңыз, 5-6 қойыңыз, 5-6 личник қойыңыз, 10 личник қойыңыз, сол кезде оның 3-еуі точно өседі. Енді тағы бір плюсын айтайын да, не үшін сіздің жаңағы личниктарыңызды өсіру керек, не үшін олар тез өседі? Основной акцент бұл жерде байқасаңыздар, реферальный бонуста 3-ші адамға қойғанда, 3-ші адамды сіз тіркеген кезде 80% аласыз да. Сонда әр адам заинтересован болады өзіне 3-ші адамды тіркеуге, бұл біріншіден, екіншіден өз ақшасын қайтарып алуға. Вот сол кезде сіздің нелеріңіз тез жабылып отырады да.
То есть личный өсіру обязательно болып тұрады да, сол үш адамды қалай да Иә. өсіріп шығу керек қой жаңағы. Оборотты жаңағы процентке шығу үшін компанияның оборотының Иә, сондай иә. болып тұр ғой. Егер де процентін пайызын алып отыратын жаңағы мен мировой товарообороттан алып отыратын партнер боламын десеңіз, 2% күнделікті нетіп отыратын. Сол үш адамыңызды желательно өсіру керек. Сол кезде ғана сіз 2% алып отырасыз. Хорошо. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Менде сұрақ, Рита ханым. 2026 жылдан бастап ИП болмайды. Самозанятый болады. Самозанятый болады. Сонда қалай болады? Болады, самозанятый қылып ашасыз. Оны бухгалтер бізге ескерткен 1 январдан бастап өзіңіздің ИП-ларыңызды өзгертуді ұмытпаңыздар деп. Самозанятый деген болады. Ол жерде уже годовой, жаңағы неден 3% емес 4% төлеп отырады екенбіз. Және де порог өседі екен. Мысалға ИП-да қазір упрощенкада 3% ғой. 3%-дің порогы 94 миллион болып тұр. Ал енді сіз самозанятый қылып ашқан кезде 4% төлеп отырасыз. Сол бірақ 94 миллион емес, одан да көбірек болады екен суммасы. Енді алғашқы кезде ондай сразу ол налог төлейтіндей табыс жоқ, например, да? Енді с первого дня солай бола ма сонда? Жоқ, қараңыз, сіз енді кезде ақшаңызды қалай шығарып? Жоқ, қараңыз, сіз ИП аштыңыз, сіз налогты өзіңіздің қалай алып жатыр енді? Түсіндім. Сіз қараңыз, сіз ИП аштыңыз, ертең 26 жылдан бастап самозанятый деп аштыңыз делік, бірақ сізге табыс әлі түсіп бастаған жоқ. Түсіп бастаған күннің өзінде 300 мың, 400 мың болып тұр. Бірақ сіз оның налогын сразу төлемейсіз ғой, жаңа 4%. 3 айда бір, 6 айда бір жинап төлеп тұрасыз ғой. Өзіңіздің ИП-іңізға түскен ақшаны күнделікті ай сайын емес, 3 ай, 6 айда бір төленіп тұрады. Қазіргі таңда қалай сіздер вывод жасап отырсыздар? Выводты дейсіз ба? Біздің өзіміздің счет номерімізға жіберіп жатыр. Мысалға менің Каспий Pay'ім бар, сол Каспий Pay'ге счет номерге аударып жатыр. Договорға отырған кезде мен указывать еттім, счет номерді сол счет номерге аударып алып жатыр. Біздің партнерлардың көбісі сөйтіп аударып жатыр өздерінің счет номеріне. Ал енді жаңағы менің ИП-ім жоқ, мен физический лицо болып тіркелем десеңіз, 30%-ға дейін ұсталынады. Не себепті? 30%-да ол ТО болып ашылып тұр. Біріншіден, оның ішінде компанияға кетпейді ол 30%, налогқа кетеді. Біріншіден. Екіншіден, сіздің жаңағы страховкаңыз, пенсионкаңыз деген бар, соған төленеді ол. Соның ішіне кіреді ол 30% ұсталынып отырады. Пенсионерлер дейсіз ба? 10% деді бағана. Пенсионерлер 10% ұстап. Онда, жақсы, күшті болыпты онда. Пенсионерлер болса 10% ұсталынып қалып тұрады. Сіздер налогтан освобождены екенсіздер. Жоқ, налогы төленеді, пенсионный отчисление болмайды ғой пенсионерлерге. Сол 10% ұсталынып отырады ғой, получается. Бұл кісілер табыс тапқаннан бастап 10% ұсталынып отырады да, получается. 30%-ға дейін емес. Өйткені 30%-ды пенсионер емес адамдарға пенсионный отчислениесіне аударылып отырады. Это наоборот жақсы. Бірақ ол 100% адамның ішінде 80% өзіне пенсионный отчисление жүргізіп жатпаған шығар негізі. Зато сіздерге пенсионный отчисление жүріп отырады да, ол жақсы бір жағынан. Жоқ, мен жаңағы ИП ашып 4%-ын ғана төлеп отырам десеңіз, ол да өз еріктеріңіз. Зато официально да барлығы. Ертең күні тексеріс болған кезде андай болды, мындай болды деген әңгіме болмайды. Негізі компанияда бізде бухгалтер бар ғой, бухгалтер деген кәдімгідей бәрін түсіндіріп береді ғой. Иә. ИП ашқаннан кейін өзіңізге де бухгалтер неткен дұрыс, по идее. ИП ашып алғаннан кейін. Сіздің налогыңызды, неңізді төлеп отыратындай. Квартал сайын. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Негізі Рита ханым мүмкіндік болып жатса, жалпы мына бухгалтер бар ғой, сол эфирге шыға ма, или бір кішкентай ролик түсіріп бере ма, жалпы осы вывод қалай болады, жаңағыдай
ұсталғанда қалай, ұстамағанда қалай, ипі бар ма, ипі жоқ па деген сұрақтарға осы мына көбінесе өзі бір 3-4 сұрақ қой ақшаға байланысты. Сол сұрақтарға жауапты видеомен түсіріп қою керек та, чатқа салып қою керек қой осы каналға. Потому что бұл сұрақ енді күнде 1000 адаммен сөйлесе, 1000 адам осы сұрақты қояды ғой қазақша айтқанда. Сол кезде ойбай білмеймін, мен анадан сұрайын, мынадан сұрайын демеу керек. Кәдімгі каналда тарсылдап видео тұру керек та, ответтер тұру керек қой негізі. Сол оңай. Просто информация досты уже бастап айтты ма адам бұл информацияны, сразу бүкіл информация доступный болып тұру керек қой. Сартылдап, пып-пысық болып дегендей. Гүлбану ханым, негізі бухгалтерлер біздің жаңағы сетевой жақтың ісіне кіріспейді. Ол олар эфирге шықпайды, бір айтайын, эфирге шықпайды. Біз кеше мысалы Россияны тіркейтін кезде 3-4 күн жүрдік, қай счетқа қалай ауыстыру керек деген сияқты, ол жағына лично кіріп неттік. Видео түсірсек, видео түсірмейді. Барлық сұрақтарыңызға жауап беріп отырмыз негізі былай айтқан кезде. ИП-ні қалай ашу деген проблема емес. ИП-ні ашу деген Каспи арқылы аша аласыздар. Қандай ОКД-мен ашу керек деген сұрақ болса 49-111 сондай немен ашасыздар. Оны негізі ИП ашқан кезде әр адамның өзінің бухгалтері болу керек қайды. Компанияның бухгалтері ол компанияның счеттарын жан-жаққа распределять етіп отыратын адам. Ол бір адам, а компанияға келіп атқан партнер 1000 адам. Каждыйына ол өйтіп түсіндіре алмайды. Негізі ИП ашқаннан кейін әр адам өзі бухгалтер жалдаған дұрыс. Бұл бірінші. Екіншісі, жаңағы ИП ашпайым деген кісілерге түсіндіріп отырмыз ғой, пенсионер болса 10% ұсталынып қалады, пенсионер емес болса 30% ұсталынып қалады. Нақты біреуде түсіндіріп отырмын да, 30% не үшін ұсталып қалады? Налогқа, пенсионный отчислениеге, страховкаға ұсталынып қалады. Болды. Потому что ол берген кезде өзінің данныйын береді ғой, договорға отырған кезде өзінің данныйын береді. Сол данный арқылы сол өзінің счетына пенсионный отчислениесіне ұсталынып отырады ол. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Слайдта? ОКД ма? ОКД-ны қандай ОКД-мен ашу керек, ИП ашпаған кісілер болса, қандай ОКД-мен ашу керектігін кейінгі слайдта қосып жіберерміз, Кейінгі слайдта нелер болады? Негізі бар ғой, соны прямо информацияға қосып қою керек та, потому что айтып келе жатасың, ең соңында сол информацияға келгенде тіреліп қаламыз. Олар, видите, ол біздің былай қазақтар айтқан сөзге онша көп сенбейді ғой. Бірақ ана документально осылай печать басылып, осылай деп жазылып тұрсақ, тайыға таңба басқандай. Ол кезде уже как официальный документте тұрған кезде ол оңай қабылданады да. А сен біз айтып атқасын, сен ойттың ба, сөйттің ба деп көп сөз болып кетеді. Документально ол просто ана неде презентацияда тұрса, сразу вопросов нету болады да лишних. Заранее возражениен жауап тұрады уже. Так, сұрақтарыңыз, бір сұраққа жауап берейін, болды, мен эфирді аяқтайын, Тағы бір сұрақ болса, қойыңыздар. Ертең орысшаны Россияға өтеміз ба, или өте берейік па вообще? Ертең суббота күні орысша информация береміз, презентация, жаңағы қазақша түсінбеймін, орысша түсінемін деген кісілерге уақытын жіберіп қоямыз, Ондай болса, сұрақтарыңыз жоқ болса, эфирді аяқтайын. Сау саламатта болыңыздар, Алла түннің тыныштығын берсін баршаңызға. Қосылмаған, ойланып отырған кісілер қосылыңыздар. Сау болыңыздар.